Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, наурыз құтты болсын, достар. Наурыз айында молшылықтың, тоқшылықтың, берекенің белгісі деп 7 түрлі дәмнен қосылып жасалатын ұлттық тағам дайындаймыз. Ол үшін сүрленген етімізді қазанымызға жуып саламыз, қайнағаннан кейін көбігін аламыз. Мыналы арпа, бидай, жүгерімізді бөлек пісіріп алдық. Мінекей сорпамыз да қайнап қалды. Етімізді турап, дайындап қоямыз. Және де 2 жұмыртқаға осында үй кеспесін дайындап қойдым. Қайнап тұрған сорпамызға дәнді дақылдарымызды салып, 10-15 минут қайнатып аламыз. Артынан дайын кеспемізді салып, пісіріп аламыз да етімізді қосып, наурыз көжемізді ұсынамыз. Қалауларыңыз бойынша қатық, қаймақ немесе айран қосып ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келіп жеткен наурызымыз үйлеріңізге тек қана береке, жақсылық, молшылық, тоқшылық ырысымен келсін. Наурыз құтты болсын, достар. Неке наурыз көжемізді құйып, бетіне қазыларымызды салып ұсынамыз. Мен қатық пен айранды бөлек ұсынамын. Қонақтарымыз қалаулары бойынша қосады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.